Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекеттік қызметке қатысты заңға қол қойды. Енді еліміздегі кез келген шенеунік жоғарыдан келетін бұйрықты орындаушы ғана емес, азаматтарымыздың мәселесін шешіп бере алатын мықты менеджерге айналуы тиіс. Заң солай дейді. Сонымен жоғарғы басшылық қызметтегі азаматтарға қойылып отырған талап та қатаңдатылды. Жалақы мәселесі де дәл осы заңға қара сиямен жазылған. Ендеше мемлекеттік қызметке кадрларды даярлау мәселесі қалай шешіледі? Қысқасы, мемлекеттік қызмет біздің елімізде алдағы уақытта түбегейлі қалай өзгеруі керек? Заң не дейді? Іс жүзінде қалай болады? Ашық алаңда талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Ұлттық арнада ашық алаң. Студияда Ерғанат Көпжасар. Кешарық, қымбатты спикерлер, жарық студиямызға қош келдіңіздер. Біз енді ашық алаңда күн сайын парламентте қабылданып жатқан маратаға маңызды тақырыптарды көтеріп жатырмыз. Ал қазір парламентте жұмыс қызу. 19 мамыр күні мемлекеттік қызмет туралы заңға президент қол қойды. Біздің мемлекеттік қызмет дегеніміз біздің мемлекеттің механизмі, алға жүретін, біздің күре тамырымыз, қаңқамыз мемлекеттің былайша айтқан кезде. Ол қалай жүреді, мемлекеттің жүрегі солай соғады, айтпаса түсінікті. Сонымен осы жаңа өзгерістерді өздеріңізден талқылайық деп шақырып отырмыз. Студиямыздың қонақтары парламент мәжілісінің депутаты Марат Бәшімов, мемлекеттік қызмет істер агенттігі төрағасының орынбасары Салауат Мүксімов, PhD Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы басқару институтының директоры Құралай Садықова және журналист, белгілі журналист, президенттік жастар кадр резерв мүшесі Абай Сейфулла. Қош келдіңіздер барлықтарыңызды. Қазақстанда мемлекеттік қызмет жүйесі соңғы жылдары елеулі реформаларды бастан кешіріп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың басты талабы мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту, оны барынша цифрландыру және халыққа қызметі жақын нәтижеге бағытталған сервистік мемлекет үлгісіне көшіру. Негізгі миссия сондай. Сонымен мемлекеттік органдардың тек қағаз жүзінде есеп беруін, яғни формализмді үнемі сынайтын президент бізге әдемі көрінетін есептер емес, қарапайым халықтың өмірін жақсартатын нақты нәтижелері керек. Мемлекеттік қызметші халықтың үніне құлақ асатын, әр мәселеге адамгершілікпен қарайтын сервистік сипатқа көшуге тиіс деп бірнеше рет айтқан. Мына заңда мемлекеттік қызметші деген сөз қолданылады. Әулетте біз мемлекеттік қызметкер деп айтушы едік. Қызметші дегеннің сөзі халыққа қызмет етуші деп, бір саты болса да халыққа жақындатылған сияқты. Қымбатты спикерлер, заңға енгізілген бұл соңғы өзгерістер пакеті бұрынғысынан несімен ерекшеленеді деген қарапайым сұрақтан бастайық. Өйткені бізде негізгі базалық заңнама 2015 жылы қабылданған еді. Мемлекеттік қызмет туралы заң қаншалықты өзгеріп отыр осы жолы? Қайырлы кеш. Сұрағыңыз өте жақсы. Осы мемлекеттік қызмет даму тарихында елімізде бұл қабылданып отырған үшінші заң. Ең алғашқысы 1999 жылы қабылданған. Одан кейінгі осы қолданыстағы 2015 жылғы заң жұмыс жасады. Ендігі кезек үшінші жаңа редакциядағы осы жуырда жаңа заң қабылданып отыр. Ол өзінің жалпы мазмұнымен де көлемімен де толықтай айырмашылығы жер мен көктей. Енді оның тек цифрлық тұрғыда айтатын болсақ, әлі де осы бара жата біз миссиясын, оның мазмұнын айтып өтеміз ғой. Қазіргі қолданыстағы заңның өзінде 69-ға жуық бап болатын болса, қабылданған жаңа заң 90 бапты қамтиды. Осы жазылғандай 13 тараудан тұрады. Әрқайсысы өзіндік мақсатқа ие. Сол себепті бұл қабылданған заң мемлекеттік қызметтегі тарихи оқиға деп айтуға болады. Себебі бұл мемлекеттік қызметті одан әрі дамытудың жаңа қабырғасын, жаңа каркасын қалыптастырады. Себебі ол жаңа редакцияда қабылдауға түрткі болған. Оның негізі бұл мемлекеттік қызметтің 29 жылға дейін даму тұжырымдамасы болды. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Түзетулер
бірден айтуымыз керек, тек қана мемлекеттік қызмет туралы заң емес, мына халық денсаулығы, еңбек кодексіне қатысты, тұрғын үй қатынастары, құқық қорғау, әскери қызмет реттейтін көптеген заңдарға енгізілген. Сонымен бірге мына 13 тарау 90 баптан тұрады. Енді бірер уақыттан кейін бұл заң күшіне енеді. Күшіне енген күннен бастап, былайша айтқан кезде біздің мемлекеттік қызметкерлер түбегейлі өзгеруі керек. Алдымен ол мемлекеттік қызметкерлер мына заңмен танысуы тиіс, сосын өзгеруі керек. Дайын ба болған осы өзгеріске? Тым үлкен өзгерістер, бірақ қарасаңыз, ауқымды өзгерістер. Марат мырза, ал осы өзгерістерге біздің мемлекеттік қызметкерлер қаншалықты дайын? Біріншіден күшіне енді. Біріншіден шындықтан айтып кету керек. Мынау тарихи нәрселер болып жатыр. Біріншіден ол президент Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев келгеннен басталды ғой. Ол 19 жыл келді, бірінші орынға кімді қойды? Ей, сендер кімге жұмыс істейсіңдер? Халықпен азаматқа, өзім ұлттық кеңестің мүшесі болдым ғой, бәрі көзқарас өзгеріп бара жатты. Өйткені оның алдында ешқандай адамды бірінші орынға ешкім қойған жоқ. Назарбаевтың кезінде ондай жоқ болатын. Президент келді, нақты түрде айтты, азамат, оның құқықтары, оның бостандықтары бірінші орында деп. Өйткені менде есімде бар, біріккен ұлттардың шешімдері болған, 29 шешім, ешкім оны орындағанда жоқ. Ол кісі келгеннен кейін, айтқаннан кейін осы процесстер басталды. Енді мынау мемлекеттік қызмет деген ол ұлттық қауіпсіздік мәселе ғой. Ол мемлекеттік қызмет болмаса, қалай мемлекет онда өзінің жұмыстарын, саясатын атқарады, иә? Сол үшін шын айтып кету керек. Мен мына жұмыс тобының төрағасы болдым. Мен қарадым, иә? Шын айтайын, мына осы мемлекеттік агенттің төрағасы Дархан Жазықбайдың, мына Салауат Селекбайұлының өте үйлестері көп. Өйткені мемлекеттік қызметтен бәрі қашып жатыр қазір. Балалар, жас балалар келеді, жалақылары аз, әлеуметтік жағдайлар аз, мынандай перспективалар жоқ, жарайды карьера жасаймын дейді келеді, көреді, шыдамай кетіп қалатын. Енді оларды ұстау керек қой. Ұлттық қауіпсіздік мәселе бірінші орынға келді. Одар барды да, біріншіден әлеуметтік жағдай. Мынаны өзгертейікші. Мынандай карьера деген бәрді бала алмайды, бәрді министр бола алмайды, бәрді не бола алмайды. Бірақ жұмысын атқарады ғой. Соның көзқарастар өзгерді. Қандай салада сен жұмыс істесең, өздері айтады, мынандай. Бастық болмасаң да, былай осы салада осы тұлға өздері недері бар ғой, иерархия бойынша. Жұмыс істесең де, жақсы жұмыс істесең, сол жалақыңды көбейтіп алу керексің, құрметтеуде сенде болу керек, сенде көзқарасы саған басқалай болу керек деген сол көзқарас бәрін өзгертіп жіберді. Қазіргі кезде осы заңда, осы заңда. Сен анау қандай сіздерде недер бар ғой, көп одарда. Қай жерде де жұмыс істесең, жақсы жұмыс істесең, құрметтейсің. Вот сол нәрсе өте маңызды болып тұр. Ешкім кейде айтады. Марат мырза, сұрақ. Мен енді заңды жүргізгеннен кейін айтқым келіп тұр ғой, заңды жүргізгеннен кейін. Әлеуметтік жағдайды күшейтіп жатқанға, ол да өте маңызды. Айтып тұр, бәріміздің біреудің балалары, біреудің бауырлары, біреудің қыздары бәрі де сонда жұмыс істейді ғой. Кейде бізге чиновник деген. Мен Өзбекстанды айтайыншы. Өзбекстанда чиновник десе бәрі де құрметтеген. Әзербайжан, бүкіл совет өкіметінде бәрі былай жүреді. Мемлекеттік қызмет болсын, құқықтық қызмет болсын. Біз быт-шытып тастадық. Мемлекеттік қызмет жаман, құқықтық органдардың жұмыстары жаман деп, ол да дұрыс емес. Одар бәрдерді біреудің балалары мемлекетке жұмыс істеп отырған кісілер. Одардың недерін дәрежелерін көтеру керек, одардың недерін статустарын көтеріп, көзқарастарды өзгерту керек. Сол проблеманы осы заң шешіп отыр деп мен жеке басым айтамын. Жоқ, енді жаңа 13 тарау 90 баптан тұратын жаңа өзгерістерге мемлекеттік құралайқан мемлекеттік қызметкерлерді әзірме деген сұрақ қой. Мысалы, енді сіздер заңды өзгертер кезде, ұсыныс енгізер кезде негізге сүйендіңіздер ғой, қандай да бір негізге сүйендіңіздер. Бірақ біздің жүйе онсыз да қанша 2015 жылдан бері алайықшы мысалы, содан бері 21 жыл өтті. Оңай емес. Осы 21 жыл бойы істеп келе жатқан жүйенің түбегейлі трансформациясы деп айтуға болады ғой бұны? Болады, толықтай болады айтуға. 11 жыл, 15-тен бері 11 жыл. Бұл заңның қабылдануына алғышарт ретінде мынау 24-29 жылғы мемлекеттік қызметті дамыту концепциясы, тұжырымдамасы алғышарт болды. Ол жерде мына сервистік аппаратты қалыптастыру, клиенттерге бағдарлану қағидаттары сол тұжырымданың аясында анықталды. Бұл заңға арнайы бап ретінде енгізілу үшін оған кәдімгідей дайындық жұмыстары жүргізілді. Қазіргі кезде мемлекеттік қызметшілерді біз енді мына клиентке бағдарланған мемлекеттік қызмет дейміз. Оны кейбір азаматтар түсінбеуі мүмкін. Мысалға жеке секторда ол клиент дегеніміз клиентпен жұмсақ сөйлесу, сервисті жақсарту деген болса, мемлекеттік қызметте бұл қоғамдық құндылықты қалыптастыру. Қоғамдық құндылық қалай қалыптасады? Ол адамның күнделікті өмірі, баланың туы, балабақшаға баруы, оның тіркелуі,
оны мектеппен қамтамасыз ету, әлеуметтік жәрдемақы тағайындау, жеке бизнесін тіркеу. Бұл әрекеттердің барлығы жылдам жеңіл дегенді білдірмейді. Бұл кәдімгідей үлкен инфрақұрылым қалыптасады. Ол жерде қанша тұрғын бар, қанша баланың өсімі қанша, демографиялық өсім қандай, көші-қон миграциясы қандай. Яғни барлық мемлекеттік аппарат осы азаматтардың күнделікті өмірлік ситуацияларына мүдделерінің аясында шоғырланады. Осыны біз клиентке бағдарланған деп айтамыз. Бұл жаңағы қоғамдық құндылық қалыптастыру, Сосын бізде мынау цифрландыру мүмкіндіктері, жасанды интеллектті пайдалану, бұл мүмкіндікке жол ашып жатыр. Біздің қолымызда деректер бар, жаңа бала өсімі, демография бойынша біз жоспарлай аламыз. Біз проактивті қалай көрсете аламыз деп, алдын ала қалай біле аламыз, Бала өсіміне байланысты мына жерге балабақша салу керек, мына жерге мектеп қажет деген сияқты осыны біз дұрыс түсінуіміз керек. Және мемлекеттік қызметшілер бұл енді концепция тұжырымдама жүзеге асырылып басталғаннан бастап, бұл қағиданы қазір білім оқыту бағдарламаларында, соның ішінде мына академияның оқыту бағдарламаларына біріншіден құндылықтар қатарын анықтау. Мемлекеттік қызметте жүргенде халыққа қызмет ету, азаматтарға қызмет ету, сол тұрғыдан оның барлығы осы уақытқа дейін, заң қабылданғанға дейін тұжырымдаманың аясында жасалып келе жатыр. Сондықтан қазіргі кезде мемлекеттік қызметшілер бұндай трансформацияға алғышарттар жасалып дайын деп айтуға болады. Мен Ерғана тағы да айтып кетейінші, біз мынау депутат Павел Казанцевпен бірге осы конституциялық кеңес қабылданғаннан кейін осы қалада жүрдік та 22 министрлікке бардық, кездестік. Көзқарасым былай болды. Бәрі жастар. Жоқ 40-тан асқан, 50-ден асқан, жоқ қыз кетіп қалған. Бәрі жастар, 23, 24, 25 жастағылар. Бітті. Жастар. Одар баяғыдағы біздің замандағы мен 60-қа келіп жатқанда біз ойлайтынбыз, болашақта бірдеме болады, соған жұмыс істейміз, мынандай. Жоқ, жастар қазір тұрғылары келеді. Қазір ақшаналары келеді. Қазір барып ақша жалақылары жақсы болсын, барып ұнаған қызбен мысалы ер азамат барып кафеден бірдеме неткізіп, қазір тұрғылары келеді. Сол үшін біз қазір көзқарасымызды өзгерту керекпіз деп сөйтіп ойлады мемлекет басшысы. Сол үшін заңды да қабылдап, жағдай жасау керек одарға. Жағдай жұмыс істесін, ұлттық қауіпсіздік мәселе. Бәрі сөйтіп ақша жоқ, түк жоқ. Сондықтан пайда болады әлгі коррупция деген нәрселер. Сол емес, бюрократия, біреу көмектесіп берейін деген. Біз одардан айтамыз, сен қызметкерлерсің, қандай мынадай мықты бізде жауапкершілік онда. Сол емес пе? Сол үшін мен жеке басым айтайын, осы салаға мына заң көңілді бөліп отыр. Өйткені мен айтайыншы, қазір мемлекеттік қызметкерден сұраңызшы, қанша күн ол больницада жата алады, ауырса. 3 күн ғана төлей алады оған. Қайдағы ауру 3 күннің ішінде ол шешіледі. Шешілмейді ол. Кем дегенде 1 жұма, солай емес пе? Қазір заңда өзгертіліп, қанша қазір 10 күн қой деймін, 10 күн төлеп береді саған. Бір қайтыс болса жарайды, онда айтқан қой. Жібермейтін ешқайда. Қазір 10 күнге жіберіп, 10 күн төлеп береді саған. Бірдеме балаң туды ма, 10 күн бар, 10 күн жібереді ол саған. Оның бәрі де жағдай жасап тұрған нәрсе, мемлекет қызметкерге керек нәрсе ғой. Ол да енді айтып тұрмын ғой, конституциялық құқықтары бар ғой, бостандықтары бар. Ол да қазір өмір сүргісі келеді. Сол үшін мынандай көзқарасы бұрылғанына мен айтамын, қазір кезде жаңа ғана келіп отыр. Жастарға керек нәрсе, жастарды біз ұстап қалу керекпіз, жұмысқа керек деген секілді. Сол жастардың бірі жаңа өзіңіздің қасыңызда тұрған Абай мырза, Абай Сейфулла, білесіз, мемлекеттік басқару академиясының түлегі, президент жанында кадрлық резервтің мүшесі. Әбеке, сізден сұрайыншы, осынау өзіңіз журналистсіз, басқару академиясының, мемлекеттік басқару академиясының түлегісіз былай қарағанда. Бәрі кетіп жатыр деп айтып жатырмыз ғой осы мемлекеттік қызметтен. Сіздің ұмтылуыңыздың, сіздің замандастарыңыз сол кадрлық резервте ұмтылуының себебі неде? Шын мәнінде осындай заңдағы өзгерістерді күттіңіздер ма? Білетін өзгеретін сендіңіздер ма деген сияқты? Шын мәнінде президенттік жастар кадр резерві жобасы 2019 жылы басталды ғой. Бұл әртүрлі саладағы жеке сектордағы азаматтарды мемлекеттік қызметке тартуға арналған теңдессіз жоба десек болады. Содан бері шын мәнінде жыл сайын осы резервке ұмтылатын жастардың саны өте көп. Мыңдаған адам қатысады. Биыл енді көріп жатырмыз, 2025 жылы біз 50 адам осы кадрлық резервке қабылдандық. Сол себепті қазіргі уақытта жастар мемлекеттік қызметтен жаппай қашады, барлығы бірдей үлкен жалақы іздейді деп айтуға болмайды. Себебі біз енді академияда оқимыз, бізге арнайы курстар өткізіліп тұрады. Агенттік төрағасы Дархан Медеғалиұлының өзінің бізге түсіндіріп айтатыны бар.
мемлекеттік қызметке келу деген Кешірім мемлекеттік ешкім қызметші айтып тұрған жоқ, бәрі де қашады. Иә, Мен айттым, иә. проблема бар дедім. мемлекеттік Оның артынан қызметші итерсек, мен саған Дұрыс айтайын, айтасыз. одан қара. Қаланың балалары, мысалы, Иә. шыдамайды, одар бармайды онда. Ауылдың жігіттері келеді, карьера жасау керек, мүмкіншілік бар. Мүмкіншілік бар, кішкене жоғары көтер. Карьера деген жақсы нәрсе. Иә. Қай жерде жұмыс істесең де айтады ғой, какой генерал, солдат не хочет быть генералом деген, ол өте дұрыс. Әр азамат, тіпті, бірақ мен оны айтып отырмын, өзімізді ауылдан шыққан білеміз. Қаланың жігіттері көп тырыспайды ондай нәрселерге. Біздің қазақтың жігіттері келеді, міне, шыдаймын, бірдеме өндетемін, ертең ауыл айтады, мен жұмыс істеп отырмын, міне мынандай неге дәрежеге жеттім. Ондай нәрсе бар. А мынау кішкене мен бұрмалап отыр сөзіме, мен келісе алмаймын. Мемлекеттік бәрі де қызметші деген қашпайды деп, қашып жатыр деп мен айтқан жоқпын. Проблема бар, кетеді, жалақы аз деген нәрсе деген, ол проблема бар. Сол проблеманы мына заң шешіп отырады дегенге. Нағыз Мына мемлекет. біздің жігітіміз идеолог ретінде Абай сөйтіп мырза. айтып отыр. Абай мырза нағыз мемлекеттік қызметке дайын кадр екенін Мемлекеттік- көрсетіп отыр. Әдеп сақтап отыр, сіздің сөзіңізді бөлмей. 3 жыл Әдеп сақтап президент отыр. кадр резервінің міне Иә. мүшесімін да. Айтыңызшы да, Салауат мырза. 3 жыл мен өзім қатысып отырамын да, қарап отырамын, қандай жігіттер президент кадр бізге келеді. Өзім қатысып отырамын, сұрақтар сұрап отырамын. Бәрінде қатысып отырамын, біліп отырамын. Нақты түрде айтамын, бізде болашағымыз өте жақсы. Өйткені мен өзім үйлесімді қосып, талай жігіттер біздің кадр резерві өткенге қазір бүкіл үлкен лауазымдарда отыр. Дұрыс емес пе, Біз да? заңға кірейік деп жатырмыз. Әбеке сөзіңізді. мен жаңағы месседжді рахмет Марат аға толықтырып айтып кетейін деген бізге түсіндіріп айтатыны мемлекеттік қызметші болу ең біріншіден жеке мүддеңді үлкен астатөк байлыққа ұмтылуды, сонымен қатар орысша айтқанда кейбір саблазындарды артқа қойып ұлттық мүддеге қарай жұмыс істеуге дайын болсаңыздар, мемлекеттік қызметке ұмтылыңыздар және президенттік кадрлық резерв, жастар кадр резерві сияқты конкурстарға қатысыңыздар, жеке секторда істесеңіз де, басқа салада болсаңыз да мемлекеттік қызметке, тіпті лауазымды қызметтерге қоюға мүмкіндік бар. Ең бастысы, қазір енді біздің жаңа конституциямыз айтып жатыр ғой, адал азамат, әділетті мемлекет, сонымен қатар заң тәртіп деп осы қағидаттардың барлығын ұстай алсаңыздар, келіңіздер, сіздерге мүмкіндік бар деген мәселені айтып жатыр. Енді жаңа заңға келетін болсақ, осы заңда президенттік жастар кадр резерві және өңірлік кадр резервке арнайы бап қойып отыр. Яғни заңдық тұрғыда толығымен бекітілген конкурс, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес конкурссыз осы жастар кадр резервіндегі азаматтар бос орындарға, орталық органдарға, жергілікті органдарға қызметке тұра алады деген мәселе. Әрине, жаңағы Марат ағаның айтып жатқаны жастардың келу мәселесі ғой. Бұл жерде жастар толығымен қашып жатыр деген әңгімені ешкім айтқан жоқ. Дегенмен жастардың қазіргі уақытта ұмтылысы бар екенін айтып жатқанымыз, тек фактіні жеткізіп жатырмын. Марат аға, рахмет пікіріңізге. Рахмет. Жақсы, қымбат спикерлер, енді бізде бұған дейін мемлекеттік қызмет туралы заңның 99 жылғы заң болсын, 2015 жылғы заң болсын, ол жерде миссиясы мен міндеті нақтыланбаған еді. Бұл заңда нақты шегеленіп жазылып отыр. Мәселен, 6-шы бапқа келейік. Мемлекеттік қызметтің мақсаты мен ерекшеліктері. Мемлекеттік қызметтің мақсаты және бір уақытта оның миссиясы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мемлекеттің функциялары мен міндеттерін іске асыру. Адамның және Қазақстан Республикасы азаматының құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыру, сондай-ақ оларға мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну сапасы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету деп көрсетіліп отыр. Бұл жерде енді азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын, мүдделерін іске асыруды тапсырылып отыр. Заң бойынша бостандығы дегенде басты сөз. Біз Конституциядағы адамның басты құндылығы екенін тағы да осы жерде шегендеп отырғанымызды ескере кетіруіміз керек. Бұған дейін мен мемлекеттік қызметкермін деп төбеден қарайтын жаңағы мемлекеттің бұйрығын орындаушы ғана адаммын деп төбеден қарайтын функционер деп айтайықшы. Қызметкер, енді біз халыққа қызмет көрсетуші менеджеріміз деген жаңа санаға көшуіне қаншалықты септігін тигізеді осы бап? Өте орынды, себебі бұл мәселе негізгі заңның басты қағидаттарына жатады. Президент алғашқы күндерден бастап, Марат Советұлы айтты ғой, шегелеп біз сервистік мемлекетті құру керек деген мақсат қойды. Сервистік мемлекет дегеніміз бұл бір тараптан азаматтар, демек қоғам, екінші тараптан мемлекеттік аппарат.
қоғамдық келісім, общественный договор деп атайды енді, қоғамдық келісім арқылы бір тарап мемлекеттік аппарат қоғамға, әр азаматқа қызмет етуді міндеттейді, өзіне міндеттеме алады. Дәл солай азаматтар өз тарапынан салық төлеуге, әскерге баруға, тағы осы қабылданған заңдарға бағынуға міндеттеме алады. Бұл Конституцияда жазылған, Конституция жалпы алғанда соның айнасы қоғамдық келісімнің. Сол себепті осыны Конституция аясында енді сол мемлекеттік аппараттың осындай алдында тұрған негізгі мақсаты бұл қоғам тарапынан алатын сенім екендігін біз заңды тұрғыда алғашқы рет осылай шегелеп жаздық. Одан бөлек енді осы миссиядан бөлек одан енді бағыттар тарайды ғой, мақсаттар. Сол мақсаттар да толықтай заңда жазылды. Қоршаған ортаны қорғау, қамтамасыз ету, әлеуметтік салада жалпы алғанда Конституцияда қандай кепілдіктер белгіленген азаматқа, мемлекеттік аппарат өз тарапынан сол мемлекетке жүктелген міндеттер мен функцияларды атқаруға міндеттелсе, сол бағыттар осыдан кейін заңда толық жазылған. Жақсы. Бізде сұрақ өте көп, сондықтан қысқа нұсқа жауап беріп отырсыңдар, қымбатты спикерлер. 10-шы бап. Мынау заңда ең маңыздылығы меритократия деген бар. Енді шетелдің сөзі ғой. Меритократия деген сен өзің мүмкіншілік бар, жұмыс істеп отырсың, жақсы жұмыс істеп отырсың, сен қарап отыр, қалай жұмыс істеп отырсың, соны сөйтіп көтереді деген, иә. Енді жаңа дұрыс айтып кеттік, 19 жыл бастап президент келгеннен кейін. Оның алдында не болды? Непотизм деген сөз шықты ғой мынау. Непотизм деген біреуін ана жақтан алады да, мысалы сен біреу рудан болсын, көтереді сен келіп мына жақ. Бір ауылдан болсын, көтереді сен келіп былай кірткенге, иә. Оның бәріне мынау адам құқықтары бірінші орынға қойғаннан кейін, иә, принциптарын, ата заңдарын өзгертіп принциптарын, қазір бірінші орында адам құқығы тұр. Әділеттік тұр. Әділеттік Қазақстан деген сол емес пе? Әділеттік болсын, меритократия болсын, өз жұмысын өзін көрсеткен жігіттерді, қыздарды да болсын, иә, бәрін көтеру керек деген сол мақсат бірінші орында тұр. Сонда әділеттік Қазақстан бірінші орында болады. Әге, ойда жоқ сұрақты өзіңіз туындатасыз. Енді меритократия деп отырсыз, мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құндылығы, олардың істеген атқарған қызметі KPI дейміз ғой. Қалай бағаланады? Жоғары тұрған орган бағалай ма KPI-ді, жоқ әлде сервистік қызмет болғаннан кейін оны мемлекеттік қызмет, аудан әкімінің қызметін болсын, мысалға, кәдімгі мемлекеттік, қарапайым мемлекеттік қызметкер болсын, оның қызметін кім қалай бағалайды? Ол халыққа қызмет көрсетіп отырғаннан кейін логикаға салсаң, азамат бағалау керек қой. Кім бағалайды? Бастық па? Президент айтты, мемлекеттік қызметшілердің олардың жұмысына түпкі бағаны халық қою керек деді. Азамат қою керек деді. Осы заң соны жалпы алғанда іске асырып отыр. Қалай екенін түсіндіріп айтайын. Мен бана айтып өттім, осы миссияны жалпы әр мақсаттар тарайды дедік те. Жыл сайын қоғамдық сауалнама арқылы мониторинг жүргізіледі. Сол мониторинг азаматтардан сұрайды. Әр осы сала бойынша, қызмет түрі бойынша қанағаттанар ма, қанағаттанбай ма? Соның жиынтығы мемлекеттік органның ертеңгі уақытта бонус не басқа да баға алуына үлкен каркас болады. Егерде халық оған қанағаттанбаса жұмысына, олар өздеріне тиімді деген бағаны қоя алмай қалады мысалы. Оған байланысты шектеулер бар. Сол себепті егерде осы күнге дейін мемлекеттік органда басшылар өзіне немесе өзіне банағы тікелей бағынатын азаматтарға, қызметшілерге өздері жеке дара дербес түрде баға қойып жүрсе, қазіргі уақытта ол баға халықтың даусына, олардың берген бағасына тікелей байланысты болады. Рахмет. Клиентке бағдарламаға қатысты Құралай ханым жаңа жақсы атап өттіңіз, дегенмен осыны жеке-жеке талдасақ, 10-шы бап 3-ші тармақты шығарсаңыздар, қымбатты әріптестер. Осыншы 3-ші тармақта былай деп айтылған, мемлекетті 10-шы бап. Клиентке бағдарлану мемлекеттік қызметші жеке және заң тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруды, оның ішінде егер олардың құқықтары туындаған кезде айқындау мүмкін болса және оның келісімі болғанда олардың жолданымынсыз, енді білмеймін, осы заңды жазған кезде кішкене калька сөздер бар екенін айта кетуіміз керек. Жолданымынсыз деген сөз қалай енді қазақтың тілінде? Ескеру керек қой. Жеке және немесе заң тұлғалардың өзара байланысты бірнеше құқығы бір уақытта іске асыруды қамтамасыз ету мүмкін болған жағдайда бір жолданым негізінде. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, жеке тұлғалардың тұрғылықты жеріне немесе заң тұлғалардың орналасқан жеріне қарамастан өтініш берушіге жолдама және қоса берілген құжаттарда жол берілген қателерді, дәлелсіздіктердің немесе сәйкессіздіктерді жою.
Сондай ақ жеткіліксіз құжаттарды қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсыну. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінде қымбат көрімі мұқият болыңыздар. Көзделген болса, оларды ұсыну мүмкіндігін беру арқылы жолданымды формалды негіздер бойынша қараудан бас тартуға жол бермей қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік орган дейді. Бізде енді бюрократияның бірден бір тамырына балта шабатын дәл осы 10-шы бап клиентке бағдар беру 3-ші тармақ екенін айта кетуіміз керек. Не бар бізде? Бюрократия бар. Бір есіктен бір есік, екінші есік, үшінші есік, төртінші есікке барып, әбден аяғынан шаршаған тозған адам не істейді? Бара бергенше пара бер дегенде ұстанымға барады. Немесе әлеуметтік желіге жазады. Анау аудандағы, ауылдағы мәселе шешілмегеннен кейін қайтеді, президентке бірден видео үндеу жариялайды. Бұл жерде шенеунік азаматтың өтінішін күтпей-ақ, олардың құқықтарын өздері барып іске асыру керек деп жазылған. Осыны түсіндіріп беріңіздерші. Күтпейсің өтінішті. Не істеу керек сонда? Мен мемлекеттік қызметке бардым. Мемлекеттік қызметкердің алдына бардым. Жұмысым бітпей қалды. Сосын ана мемлекеттік қызметкер ештеңке істемей тұрып алды. Мына жерде олай деп тұрған жоқ. Тұрып алмайды. Бұл жерде екі жағы бар клиентке бағдарланудың. Бюрократиялық, шамадан тыс бюрократиялық. Сіздің бір құжатыңыз жоқ, немесе бір үтірі жоқ мына жерде деген сияқты ондай шамадан тыс бюрократиялық кедергілерге жол бермеуге негіз болады бұл бап. Яғни, мысалға бір құжаты жетпей тұрса, сіздер білесіздер, енді қазір ақпараттық жүйелерде барлық құжаттар, азаматтардың барлық құжаттары бар, сол ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы, егер бір ақпараттық жүйеде болса, басқа ақпараттық жүйеден вытягивать дейміз, сол ақпараттық жүйеден алып, жетпей тұрған құжатты өзі-ақ алуға мүмкіндік бар. Алу мүмкіндік, бұл алу керек па, жоқ әлде міндетті ма? Алу міндеттеледі. Міндеттелген. Екінші бір жағы... Мысалға, тағы да Құралай ханым, кешірім сұраймын. Екінші бір жағын есіңізге шығарып алмаңыз. Мысалға, сүйінші жаңалық, Абай ұлды болды. Содан кейін ол бірақ та Абайдың жары ауруханада жатыр, өзі басқа қалада жүр. Оның туы туралы куәлігін алу керек. Мемлекет беретін сыйақылар бар, сосын басқа да құжаттар бар. Абайдың жары ауруханада, осының бәрін кім істейді? Сіз менің екінші жағыма өзіңіз көштіңіз, ол проактивті қызмет көрсету. Мен екінші деп тұрған осы проактивті қызмет көрсету. Яғни бала туғаннан біз білеміз, ол балаға бала туы туралы куәлік керек. Ол мемлекеттік аппарат оны түсінеді, туы туралы куәлік керек. Ол баланы балабақшаға тізілімге қою керек деген бұл қызметтердің барлығы алдын ала жасалады. Ол балабақшаға тұрды ма, біз жоспарлаймыз. 5 жылдан кейін, 3 жылдан кейін ол бала балабақшаға барады. Осы тұрғылықты мекенде қанша бала бар, балабақша жасындағы бала бар, оның санын есептеймізді, біз оны жоспарлаймыз, сол жерге балабақша саламыз. Балабақшадан кейін әрі қарай мектеп бар, мектептен кейін университет. Осы дегеніміз проактивті түрде қызметтерді көрсету, инфрақұрылымды қалыптастыру. Ол тек қана тез жылдам шешім қабылдай салу, немесе дұрыс қабылдау келіп тұрған әкімдікке адам ол ғана емес. Ол соның артында мен айтқан үлкен инфрақұрылымдық алдын ала жасалатын, жоспарланатын жұмыстар. Осы клиентке бағдарланудан осының барлығы өрбіп, осы инфрақұрылымды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біздің цифрлық жүйе оған дайын ғой. Біз енді орталық Азияда мысалға цифрландыру бойынша цифрлық қызмет көрсету, мысалға 90% қызметтің барлығы цифрландыру арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік қызметкерлерге бұл аса бір қиындық туғызбайтын сияқты, егерде шындап қызмет етсе. Дәл осы қызметтердің барлығы мемлекеттік қызметпен қаншалықты интеграцияланған деген сұрақ туындайды осы жерде. Цифрландыру керісінше бұл осыған мүмкіндік беріп отыр бізге. Біздің қолымызда үлкен мәліметтер бар, big data дейміз, үлкен мәліметтер бар. Біз ол мәліметтерді алып жоспарлай аламыз. Оны қашан, қандай кәдімгі сценарий жасай аламыз. Пессимистичный сценарий, оптимистичный сценарий деген кәдімгі біз болжамдар жасай аламыз. Осы жерде мүмкіндікті пайдаланып, біздің академияда, мемлекеттік басқару академиясында қазір 1 маусымға дейін құжаттар қабылданып жатыр. Мемлекеттік қызметшілерге арналған магистратура, докторантура және биылғы жылдан бастап
арнайы цифрландыру инновация институты құрылды. Яғни цифрландыру құралдарын дұрыс түсіну, қалай қолдану, жасанды интеллектті қалай қолдану барлығын үйретеді. Тек бұл бағдарлама ғана емес, барлық бағдарламалардың ішінде ол экономист болсын, ол адами ресурстар, HR саласы болсын, өңірлік даму саласы болсын, барлығына білім беру бағдарламаларына осы цифрлық құралдарды қалай болжау керек. Арнайы SPSS, Power BI, Stata деген бағдарламалар бар. Соларды біз үйретеміз, және олар соның нәтижесінде үлкен деректермен жұмыс істеп, жоспарлауға мүмкіндік береді. Сондықтан біз мемлекеттік қызметшілерді білім алуға, кәсіби дамуға шақырамыз. Біздің маркетинг бөлімі ертең сөгіс жариялап жүрмесін, астыртын жарнама болып кетті. Жақсы, мемлекеттік қызмет қой, мемлекеттік қызмет қой, онда тұрған ештеңе де жоқ деп ойлаймын. Дегенмен жаңағы қызмет мәселені соңына дейін апарып алсақ, мысалға әріптен бір қателік кетсе деген проблема енді. Бір құжатта бір әріп кетіп қалса, бұл әсіресе елдегі көп азаматтарда мына посткеңестік мемлекет кезіндегі посткеңестік мемлекет болғаннан кейін бір әріп, ісі бар, ысы бар, қазақтың әріптеріне көп қателік кетеді да, туу туралы куәліктерде көп қателік кетіп жатады. Соның кесірінен таяқ жеп келе жатқан азаматтар, осы бюрократиядан соққы жеп келе жатқан азаматтар өте көп. Енді соны бір есік қаққызбай, шаңғап тұрмай, ешқайда жүгіртпей, осыны бірден шешіп беруге міндетті мемлекет қызметкер. Айта кетуіміз керек, қымбатты көрермен. Ал егер шешіп бермеді, көмектесуге тиіс мәселені көмектеспей қойды мемлекет қызметкер. Ана сол бюрократияға ұшыраған азамат кімге барып жүгінеді? Осының бір тетігі бар ма? Ол өз құқығын қорғай алу керек қой. Мына сендер заңда жазып тұрсыңдар, 10-шы бап клиентке бағдарламау деген сияқты. Мен қайда бара аламын, кімге бара аламын, кім не істей аламын, қайтып қорғаймын өзімді деген сияқты. Болу керек қой. Әрине. Саламат мырза. Осы жерде қазір сізге нақты айтып өтейін. Бізде 1300-ден астам мемлекеттік қызмет түрлері бар қазіргі уақытта. Оның 90%-ы автоматтандырылған. 90-нан астам пайыз, 92. Нақтырақ айтсам, енді осы жерде банағы бюрократиядан арылту аясында әңгіме жүріп жатыр ғой мысалы. Ол формальды түрде негіздермен бас тартылмайды. Мәтіні ғана бойынша. Формальды түр дегеніміз банағы егерде арыздағы қате кетсе мәтінінде немесе қоса тіркеген құжаттардың толық болмағаны болса, онда әрине ол азаматқа біз осыны уақыт береміз, ананы толтырып бер, осының қатесін жөндеп беруге көмек етеміз, солай ғой. Ал қазіргі уақыт бермейсіздер, заңда бүйтіп тұр ғой, көмектесуге міндетті деп тұр ғой. Көмектесуге міндетті, және ол егерде үйімде қалып қойды, тағы бас болса, оған уақыт береміз. Сол себепті бұрын соңды қазіргі уақытта қолданыста заңда қалай? Қазіргі уақытта сондай формальды түрде егерде ол толық болмаса құжат тағы басқа, ол бас тартуға міндетті деп жазылып тұр. Бір керісінше осыны парадигманы ауыстырып отыр қазір. Байқап отырсыз ғой, мемлекеттік қызметкер көмек көрсетуге бас тартуға міндетті деп қазіргі уақытта егерде ұсынылған құжаттар толық болмаса, немесе берілген арыздың нысаны мен мазмұны заңға сәйкес болмаса, онда оны бас тартуға міндетті деп жазылған қазіргі уақытта. Қызмет көрсетуден бас тартуға міндетті. Қызмет көрсетуге. Ол әрине азамат барып үйінен құжаттарын түгендей ме, тағы басқа қайта келе ме, келмей ме, ол екіталай мәселе. Солай ғой. Қазіргі уақытта ол процесс қозғалыссыз қалдырады, оған уақыт береді. Толықтай алып келгеннен кейін ары қарай оған қызмет көрсетіледі. Енді мына проактивті мәселесіне келетін болсақ, ол да заңдастырылып отыр. Бірақ мына жерде екі мәселені айтылмай қалды, мен соны айтып өтейін, мәтінін түсіндіріп өтейін. Композитті қызмет дейді. Егерде бұрын соңды, қазір біз мысалы үйдегі қайта жөңдеу дейміз ғой, перепланировка. Соны заңдастыру үшін біз 7 қызмет түрін аламыз. Мысалы, жеке дара барып, әр қызметке бөлек өтініш тастап, мысал үшін. Композитті дегеніміз, егерде соңғы нүктесі, оның басты мақсаты біреу ғана болатын болса, сол бана перепланировкада айтамыз ғой, жаңа жоспарлау. Сол ғана болатын болса, барлық қызмет түрі бір өтінішпен ғана атқарылу керек деген. Оның барлығын біріктіріп, бір композиттік қызмет деп айтамыз. Соны біз заң түрде бұрын соңында тапсырма аясында, тағы басқа ғылыми әдебиетте жазылып жүрсе, қазір заң тұрғыда біз негіз ретінде міндеттеп отыр. Екіншісі экстерриториалды қағида. Демек, әр азамат қай жерде, қандай облыста болмасын, сол қызметті алуға мүмкіндігі ашылады. Ол міндетті түрде сол өзінің тұрғылықты жеріне қайтып барып, сол жердегі мекемеге арыз тастау керек дегеннен біз арыламыз. Саламат мырза, түсінікті. Қысқа нұсқа жауап беріңізші, жаңағы қажетті көмекті ала алмаған азаматтар кімге шағымдана алады? Ол мемлекет біздің агенттікке, және біздің жергілікті агенттікке, аумақтық департаменттерге. Себебі мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікке. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі. Себебі біз осы мемлекеттік қызметтердің сапасына, қолжетімділігіне бақылау жасаймыз. Әр өтінішті, әр шағымды біз қарап, азаматтардың
құқығын қалпына келтіруге жұмыс жасаймыз. Енді азаматтар мемлекеттік қызмет сапасының көрсетілуіне байланысты қазір енді агенттіктен білеміз, күніге шағымдар келіп жатады, бірден жауап беріліп жатады. Қазір азаматтар өте сауатты ғой, өтініш бар, егов бар, барлық жүйемен өздерінің арыз шағымын жазып жатады. Енді осы заңға байланысты мемлекеттік қызметшілердің қызмет көрсету сапасы ғой, шын мәнінде клиентке бағдарланған деген. Сіздің алдыңызға келген Қазақстанның азаматына сіз қызмет көрсетуге міндеттісіз. Әрине, жеке факторлар кейде болып тұрады ғой, физикалық факторлар. Кейде дұрыс қарым-қатынас жасамауы мүмкін, мемлекеттік қызметші, мен басшымын деуі мүмкін. Осы жерде, осы заңда мінез құлық деген мәселе бар. Сіздің біліміңіз, кәсіби дағдыңыз, құзыретіңізден, талантыңыздан бөлек, сіздің мінез құлқыңыз, мәдениетіңіз, этикаңыз және азаматтардың алдында қызмет көрсете білу, сөйлесе білу қабілеті. Яғни, сізге келіп тұрған азамат сізден көмек сұрайды. Және сол себепті де қазір мемлекеттік қызметке азаматтарды іріктеген кезде олардың кәсіби дағдысынан бөлек білімі, талантты болсын, психологиясы қандай, азаматтармен қалай сөйлеседі, мінез құлқы қандай, ниеті қандай. Қазақта ниет деген өте жақсы сөз бар. Сол ниетіне қарап алады деген мәселенің барлығы қазір іріктеуде меніңше ескеріліп жатыр. Мысалы, президенттік кадрлық резерв, өңірлік кадрлық резерв, біз 7-8 этаптан өтеміз. Осы мәселенің барлығы бізде ескеріледі. Яғни мемлекеттік қызметке келген адам осы халықпен жұмыс істеуге, соған қызмет көрсетуге, оған барлық оңтайлы жолдарды қарастырып беруге міндетті деген сөз. Осыған дайын болсаңыз, мемлекеттік қызметке келіңіз дейді. Менің осы академияда жүріп оқып, кадрлық резервке түсіп, мемлекеттік жобаларға араласып жүріп түсінгенім осы болды. Екі сөз қосайыншы, Жанат. Біріншіден, мен мысалы біз айтамыз, Франция бар ғой, демократиялық мемлекет. Ең жоғары бюрократия Францияда. Бір елшілік жігітпен бірге жүргенде айтады, бір құжатты алғанға 6-9 ай жүрдім дейді, балабақшаға бергенге. Бәрі де идеализация, Франция бәрі жақсы. Қайдағы бюрократия? Бізде бюрократия ондай емес. Біз бюрократияны ақырындап нетіп жатырмыз. Цифрлық процесс. Бірақ қана мен Фейсбукта ылғи жазып отырамын. Үлкен ақша онда бөлінеді, бақылап отыру керек. Сол саланы өте бақылау керек. Өйткені ол салада проблема. Үлкен ақша, бюджетті баяғыда білмейтін мен. Парламентке кіріп білетін болдым. Бюджет деген ол бюджет. Сол салаға қарамасаң, мына ақша қайда кетіп жатыр, не істеп жатыр. Қай сала болсын, қазір осы цифровизация көңіл бөлу керек. Ешкім онда түкті ұрламау керек, халықтың ақшасы деп айтып кету керек. Мына туралы, міне, біз профессионалды парламент деп қазір құрылтайда айтып жатырмыз, президент айтты, профессионалды парламент болу керек деп. Мұны да айтып кету керек. Профессионалды атқару билік болу керек. Жаңағы меритократияға келдік. Келдің бе, бітті, жігіттер жұмыс істеңдер. Міне біреу, былай, 10 кісі бар, екеуі ғана жұмыс істейтін нәрсе болмау керек. Сол үшін по блату деген орналаспауы керек, неше түрлі жемқорлық болмау керек. Кейде айтады, енді шын айту керек, солтүстікте кейде кісілер жетіспейді ғой. Оңтүстікте іздейді кісілер, қалай, енді не ғой, жұмысқа кіру үшін проблема дейді. Вот енді ондайда шешу керек ондай нәрселерге. Сырт көзге шенеуніктердің жалақысы бір үлкен көп сияқты көрінеді, бірақ та ішінде олай емес. Дегенмен мемлекет 2020 жыл мен 25 жылдың аралығында дәл осы қажеттілікті қамту мақсатында біраз жұмыстар атқарып келе жатыр. Жыл сайын мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы өсіп келеді. Мәселен, сол 20-дан 25-ке дейін 8%-дан 26%-ға дейін өскен екен. Бірақ жалақының номиналды жалақы деген бар, нақты жалақы деген бар. Номиналды жалақы мысалға онда 2%-ға өскенімен, нақты жалақы инфляцияны есепке алған кезде сатып алу қабілетін оған қосатын болсаңыз, нақты жалақы 1,2%-ке төмендеп кеткен екен. Былтырғы 2025 жылда айтып отырмын. Енді мына заңда бұл жалақы мәселесі үлкен көрсеткіштермен шешіліп отыр. Мәселен, егер инфляция болсын, басқа болсын, кадрларды ұстап тұру үшін заңға енгізілген нақты әлеуметтік көмектер, шенеуніктердің жалақысы инфляцияға байланысты міндетті түрде индекстеледі. Және ротациямен ауысқандарға, яғни бір қаладан бір қалаға барғандарға, өңірге барғандарға нақты тұрғын үй беру жоспарланып отыр. Осы мәселе кадр тапшылығын шеше ала ма? Және осыны жақсылап механизмін түсіндіріп беріңізші, Саламат мырза. Енді біз мемлекеттік қызмет туралы заң аясында мемлекеттік қызметшілеріне үлкен міндеттер мен мақсаттар қойсақ, соған тиесілі үлкен деген шектеулер арнап, оны заң тұрғыда белгілесек, әрине екінші жағынан біз әлеуметтік кепілдіктерді, оған тиесілі
жұмысының жауапкершілігіне, оның деңгейіне байланысты біз тиісті деңгейде жалақы белгілеу керекпіз. Ол енді белгілі жағдай, себебі негізгі мақсат мемлекеттік қызметтің тартылымдылығын оны қамтамасыз ету. Өзіңіз бана сөзіңізді айттыңыз, мемлекеттік қызметте қызметшілерді ұстап қалу, ішіндегі кәсіби мемлекетшілер. Сол себепті қазір уақытта міндетті түрде индексациялау тетігі заңға жазылды. 3 жыл сайын ол жалақылар қайта қаралып тұрады, бірақ онымен ғана шектелмейді жалақы мәселесі. Біз жалпы алғанда заңмен тарихи әділеттікті орнатып отырмыз қазір уақытта. Бұрын соңды егерде мына әлемдік тәжірибеде көлеңкелік жалпы шетелдегі мемлекеттік қызметшілер вертикалды түрде және көлденеңнен өсетін болса, бізде тек вертикалды ғана өсу, мансаптық өсу ғана болды. Көлденеңнен ешкім ондай мүмкіндігі болмады. Сол олқылықты біз жойып отырмыз. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметші жоғары тұрған лауазымды күтпей-ақ, бос бола ма, бос болмай ма, мысалы, сол қызметте тұра өзінің лауазымдық деңгейін өсіре, одан биік жалақыға үміттенуге әбден мүмкіндігі бар. Сол себепті ол да былай алғанда жалақы жүйесін толықтай өзгертеді деп есептеймін. Сосын бұрын соңында Б корпусына қатысты сонда айтып өтсеңіз. Горизонталды 4 деңгейді есептеу механизмі қосылып жатыр ғой. Бұл да бір ерекше екен. Әрине, бірінші бастапқа, енді былай орысша айтқанда базовый, негізгі сатыдағы қызметтік банағы деңгей, одан кейін 3 саты ол өседі. Сол арасына уақыт салып, немесе басшының шешімі арқылы ол келесі деңгейге өтуге болады. Бұл айтқанда, әскери тілмен айтқанда, сол лауазымдағы әскери шын сияқты ғой енді, звание. Сол қызметте отыра, өзінің оқу тәсілдерін өтіп, тағылымдамадан өтіп, дәлелдеп, әрине оның банағы тәртіптік жауапкершіліктері болмау керек сол кезде. Сол себепті бұл жалпы мемлекеттік қызметшіні сол лауазымда отырып, терең сарапшы ретінде болуына әбден кепілдік береді деп есептеймін. Себебі барлығы бірдей басшы боламын деп есептемейді ғой, мысалы. Және оны мүмкін армандамайтын шығар. Ол мүмкін кейдегі қызметшілер, мысалы, мына сауалнамаға байланысты айтайын дегенім, сол саланың маманы болғысы келеді, терең маманы болғысы келеді. Ол мүмкін басшы қасиеттері жоқ шығар, мүмкіндіктері, мысалы, оның қабілеті жоқ шығар. Сол маман, бірақ өте терең жақсы маман. Бас маман болсын, бас күнде осы эфирде көріп жүрміз ғой енді. Сарапшы болсын, бас сарапшы болсын, мысалға келеді, бірақ та шынымен де өзінің бастығынан да әлде қайда терең. Мәселені айтып кетейінші, міне Салауат мырза тыңдасын. Бізде қызық, кейде айтады, шенеуніктер жаман-жаман қысқартып ұстайық. Барады, қысқартып ұстайды анадарды, бір жерде көп қысқартып ұстайды. Қазір қараңызшы, райондарда, ауылдарда, бір-екеу отырады, бүкіл үлкен район. Анаған арыздардың өзіңіз жаңа айттыңыз, қанша арыздар түсіп жұмыс істеу керек қой. Ол айтады, басымды көтере алмаймын арыздардан. Бәрін қысқартып тастаған. Оған да нетпеу керек. Халық жұмыс істемейді, жұмыс істепті қысқа. Халыққа жұмыс істету үшін кісілер отыру керек арада. Дұрыс емес пе? Сол тіпті лозунгқа бәрін қысқартып тастау керек деген секілді ол келмейді ол. Ол тіпті тағы біраз айтып кетейін. Бізде прагматизм деген нәрсе болу керек. Біреу бірдеме айтты деп бәрін қырып жойып деген нәрсе келмейді ол. Мемлекеттік қызмет, бәр мемлекетте ұлттық қауіпсіздік мәселелерімен, ода құпияға қол қояды, ода көп нәрселерді мемлекет үшін жұмыс істейді. Солай емес пе? Сол үшін ондай да проблема бар деп айтып кету керек. Себебі оның артында қызметтің сапасы тұр, оның қолжетімділігі тұр, солай ғой. Егерде оны атқаратын азаматтар болмаса, оған әлі де күмән туындайды. Енді сіз бана айтып өттіңіз, егерде лауазымдық банағы басқа елді мекенге ауысатын болса, ротация кезінде бұрын соңды болған. Қазіргі уақытта қандай болмасын жылжу, ауысу арқылы, оның ауысуына дейін, көші-қонына дейін, тұрғын үйіне дейін мемлекет мүлігін тасымалдау үшін, сосын көтерме ақы деген бар. Барған жерде оған 2 жалақы міндетті түрде берілу тиіс. Және әр отбасы мүшесіне сол 0,5 мөлшерде банағы жалақы беріледі. Әрбір отбасы мүшесіне. Әрбір отбасы мүшесіне. Сол себепті қазір айтайыншы, мына ұмытып кетпеймін. Міне академия тұр ғой, біздің академия мүшелері. Біз кездескенде сұраймын, ең жеңіл сұрақтарды конституция бойынша, ата заң бойынша. Мемлекеттік қызметтер кейдер білмейді. Мен соны сұрайын деген, мен 15 жыл академияда профессор, заң ғылым доктор бергем сабақты.
менде сондай пән болатын, конституциялық құқық деген. Енді ата заңды білмесең сен қалай? Бүкіл нәрсеге. Сол үшін мен де айтып кетейін, сіз академияда ата заңды, қазіргі жаңа қабылданған жаңа конституцияны мемлекеттік қызметкер нақты түрде білу керек. Дұрыс емес пе? Сонда бәрі жазылған. Сол тараптан. Рахмет, қымбатты спикерлер. Бізге берілген уақыт аяқталды. Негізінен бізде мемлекет қызметкерлерге арналған штаттың саны 90 мың екен, бірақ сізде қызмет етіп жүргендерінің саны 84 мың. 7 мың орын бос тұр, қаңырап бос тұр. 1,5 орынның бос тұрғанына ұзақ уақыт болды. Бұл нені білдіреді? Жаңағы бос тұрған орындардың қызметтің мойнына қазір қызметкерлер іліп алып, сол жұмысты істеп жүр, еселеп жұмыс атқарып жүр. Біз жаңағы 8 сағат болу керек дейміз еңбек уақыты. Бірақ 10-15 сағат жұмыс істеп жүрген мемлекеттік қызметкерлердің бар екенін айта кетуіміз керек. Олардың еңбегі бағалануы тиіс. Енді мына заң жас мемлекеттік қызметкерлерге деген бір стимул, мотивация болады деген ойдамыз. Я заң өзгереді, жүйе өзгереді, бірақ барлығы мемлекеттік қызметкердің санасы мен жауапкершілігіне байланысты. Өйткені әрбір азамат олардың қызметін күнделікті өмірде сезіне білуі керек. Ең бүгінгі әңгімеден түйгеніміз, түсінгеніміз, заңның орындалуы дәл осы орындаушы мемлекеттік қызметкерлердің қолында. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық, сау болыңыздар.